Шымкент қазіргі таңда еліміздегі 3-ші мегаполистің бірі. Қала күннен күнге көркейіп, дамып келе жатыр. Қаланың туризмдік потенциалы артып, отандық қана емес шетелден келетін туристердің де қатары көбейген. Сәйкесінше бұл ішкі туризмнің дамуына өз үлесін қосады. Ақпараттық тур арнайы бақ өкілдеріне және саяхатшы блогерлерге арналғандықтан баспасөз жиыннан басталды. Жиында Шымқаланың биылғы туристік әлеуетіне қатысты маңызды ақпараттар айтылды. Ең бастысы, қонақ бірыңғай туристік ақпараттық жүйесінің мәліметі бойынша, жарты жылда Шымкент қаласына 30 мыңнан астам шетелдік турист келген. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда саны жағынан өскен. Сондай-ақ Шымкент қаласынан Қазақстан облыстарымен 29 тікелей рейс, 7 тұрақты және 23 чартерлік халықаралық рейс қатынайды. Осылайша қазіргі уақытта Флайрыстан 2 халықаралық бағытта Кутаиси мен Делиге тікелей рейстік тасымал құралы болып отыр. Негізгі халықаралық рейстерден бөлек Шымкенттен Астана арқылы Бакуге аптасына 2 рет, Анкараға аптасына 2 рейстер қатынайды. А почему красный трактор? Потому что, в основном расцветка этих тракторов была коричневая, синяя и зеленая. Но в какой-то момент, когда этот трактор перешел на баланс областного музея, его же нужно было поддерживать, красить. У музея не оказалось никакой краски, кроме красной. И вот с тех пор, как они его покрасили в красную краску, в народе он получил название красного трактора. И вот все, скажем так, эта точка, вот эта Казыбек-Беда, бывшая советская, если, например, в этом районе кто-то собирался встречаться там или еще что-то, они говорили у красного трактора. И всем было понятно, куда нужно идти. Шара барысында Визит Шымкент туристік ақпараттық орталығы Шымқаланың туристік әлеуетін дамыту мақсатында Сайрам өңірінен филиалын ашты. Визит орталық Сайрам тарихи өлкетану мұражайының ғимаратында орналасқан. Өздеріңізге белгілі Сайрам тарихы тылсымға толы ғажайып жер. Мұнда тарихи мәдени ескерткіштер өте көп. Сондықтан, сырттан келген қонақтар үшін Сайрамдағы қалашық орнының мән жайын түсіндіріп беретін Визит орталық осы мақсатта ашылды. Қазіргі таңда Шымкент қаласының территориясында орналасқан. Оның ішінде қаншама сакралды орындар бар, Сайрамда бар, сансыз бар деген демекші, республикалық тізімдегі қаншама нысандар бар. Осыған орай қаладан енді кішкене ұзақтау болған соң, арнайы осындай өкілдік ашу бұрыннан идеямыз болған. Сол Құдай қаласа туризм күні бүкіл әлемге берілген 27 қыркүйекте соған орай біз сол датаға байланысты әрі ақпараттық турдың бірінші күніне байланысты осы жаңалықты өздеріңізбен бөлісіп жатырмыз. Бұл енді әлемдік үрдісте визит орталықтар әрбір ұлттық паркке, музейлерге, қалаға керек өте қажетті дүние. Яғни туристер ақпарат алады, қолдау алады, қажетті болса тіпті экскурсиялар, басқа да мәселелер бойынша қолдау табады. Сайрамда бар сансыз бап. Келесі бағытымыз Ибрахим ата кесенесі. Аталған мазар орны түркі дүниесінің ұстазы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың әкесі жерленген орын. Бұл жерге халық зиярат ету мақсатында келеді. Ибрахим Ата был крупным землевладельцем, но при всем при этом он был и шейхом. То есть человеком, который, опять же, продвигал учение ислама среди местного населения. Ну и связано огромное количество легенд, всевозможных и мифов с этой семьей, в том числе, что одна из легенд рассказывает, как уже престарелый Ибрагим Ата работал на своем поле, устал,
поясница никудышняя. И к нему подошел его сын, Ходжа Ахмед Ясави, и сказал: папа, ты не переживай, я сейчас тебе помогу, я все сделаю. И фактически чуть ли бы не ударом посоха все поле было выпалано. То есть вот этим людям приписывают еще и вот такие магические свойства. Тарихи мәдени ескерткіштердің бірі Хызыр мұнарасы. Бұл күйдірілген кірпіштен тұрғызылған сәулет өнері. Тұрғызылған кездегі биіктігі 10,5 метр болса, кейіннен жер сілкінісінің нәтижесінде біраз бөлігі жойылған дейді. Қазіргі кезде құрылыстың сақталған бөлігінің биіктігі 5 метр шамасында. Табанның диаметрі 2,9 метр. Мұнараның жоғарғы бөлігі өрнектеліп қаланған кірпіштерден және жан-жаққа қаратылып салынған аркалы ойықтардан тұрады. Мне Шымкент очень и очень понравился. На самом деле я давно планировала поездку в Казахстан. Но, если честно, Шымкент не входил в мой список. И я поняла, что как хорошо, что я не сама приехала, а по приглашению, потому что плюс еще и по Шымкенту мы гуляем с гидом, что облегчает мне работу, показывает самые лучшие места. Я чувствую себя комфортно. У меня нет такого ощущения, что я где-то далеко от дома, что я здесь чужая. Люди очень хорошие, мне очень-очень нравится в этом городе. Цитадель. Көне Шымкенттің 2000 жылдық тарихын көрсеткен аспан астындағы ашық мұражай. Қазіргі таңда шаһардың визиттік тарихи картасына айналған қалашық. Бұл жерде қолөнер шеберлері мен бауырсақ пісіруден арнайы мастер-класстар көрсетілді. Бізде дәл 5-тің шайы болатын уақытта бардық. Біздің де топ мүшелеріміздегі қыздар да тоқаш пісіріп, әпкелеріміздің дайындаған шайын ішіп, бойымызды сергітіп алды. Шымкент шарын бардығын тарихи жерлерін, жана осындай туристик жерлерін бізге қоғыз қылып көрсетішті. Жана бізге бұл жер туралы толық маалыматтар берішті. Мага аябай жақты, бұл жерлер өтө қоғыз екен, мындай сөзбенен емес, ушул жерге келіп көргөнгө жетпейт экен. Аябай қоғыз, ушу 1000 жылдаган тарихтары бар екен. Ушул тарихтарын көрүп, ушул жерге суктандык. Жана ушул жерлерден көптөгөн үйрөнө турган нерселерибиз бар экен. Көрікті қаланың жасыл желекке толы саябақтары өте көп. Соның бірі орталық саябақ. Жергілікті халықтың саясына айналған тымық мекен. Кімді болса да таңсандырмай қоймасы анық. Саябақтың ішінде бізді арнайы қол өнер шеберлері мен саз балшықтан құмыра жасаушылар күтіп тұрды. Шетелден келген қонақтарымызға арнайы шеберлік сағатын өткізді. Әкесінде, шешесінде, атасында, анасында теңдей көрсін деп қосылады мынау. Көрдіңіздер, неше түрлі құрақтар бар ғой, әр құрақ сөйлейді. Әр құрақтың мағынасы бар. Тұрмыс құрғанда қыздар отбасылы болып кетсін, шыңдалсын, тереңінен жаңа тастай батып судай сыңсын деген мағынада айтылған. Мына жерде мынау бір-біріне қарама-қарсы құрақты жаңа келін балаға айтылған, тоже күйеу балаға да айтылған. 4 құбылаң тең болып, жаңағы ата енеңді, өзіңнің қайын жұртыңды, өз жұртыңды теңдей көр деп аталына құттықтаймыз. Шымкентке келмепсің, барын оның квасын ішпепсің.
ішсең шөліңді қандыратын, дәмі тіл үйретін көзіңді жұмсан естен кетпейтін квасты көргіңіз келсе, Барноға келіңіз. Бұл Барно квас. Шымкенттегі ең танымал квас. Келесі туристік аялдамамыз Қырғы базар. Жергілікті халық жоғарғы базар деп атап кеткен. Бұл жер туризмдік айлапқа айналған мекен. Себебі өзге мемлекеттен келген шетелдік турист жергілікті өнімді осы жерден сатып алуына болады. Ақпараттық тур аясында визит ұжымы да бізді осы орынға алып келді. Жасыл қала. Шым қаланың көрікті ажары күннен күнге ашылып келеді. Миллиондар мекені жайнай берсін. Біз әлі бұл қалаға қайта ораламыз.